Достар, бүгін сіздерге қойдың төс етінен өте дәмді рулетті ұсынбақшымын рецептін. Қойдың төс етін кесіп алғаннан кейін әдемелеп қойып аламыз реттеп. Сосын дәмдеуіштерімізге кірісеміз. Приправамызды, паприкамызды, лавр жапырағын, тұзымызды, бұрышымызды, мускатты орехты және қара бұрышымызды сеуіп, чесногымызды майда теркадан өткіздіреміз де жақсылап әдемелеп орап шығамыз. Кәдімгі машина жіпті алып, қабаттап рулетімізді шешіліп кетпес үшін осылайша видеода көріп тұрғандарыңыздай әдемелеп орап байлап шығамыз. Дайын болған рулетімізді 2,5 сағат баяу отта қайнатамыз. Сорпасының өзі өте дәмді болады. Піскен рулетті комнатты температурада суытып, осылайша әдемелеп кесіп қойсаңыздар болады, немесе басқа да заттармен қойсаңыздар болады. Аз болсын.